Adamды қорқытатын әңгіме мынау. Оларға таухидты түсіндірейін деп тұрсаң, Аллахтан басқасы сені қолдамайды, қолдаушы тек қана Аллах десең, мына жақтан бір қисықтар шығып береді. Айтады, қолдау деген ширк емес. Қолдау деген сөз бола береді. Әулие қолдасын десе ширк болмайды. Кейбіреулер бар, әулиелер қолдасын десең ширк, аузу биллах деп айтады деп. О қолдау деген шапағат талап ету. Себеп әулиелер шапағат қылады ғой. Аллаху акбар. Хадис Муслимде деп қояды. Онды үйренеді олар. Тура Муслимде десең дінің дұрыс болып кететін дейді. Сен Фатиха сүресімен айтпайсың ба, дінің дұрыс емес пе? Себебі үйреткенің бидат, шақырғаның ширк. Ол қалай болады? Әулиелер қолда десең, ештеңе қылмайды. Сен білмеймін, енді мен қазақ емеспін, мүмкін қазақша түсінбейді шығар мен. Білмеймін, бірақ қолдау дегенді мағанасы әулиелерге барып табыну ғой ол. Солай емес пе? Білмеймін, егер енді басқаша қазақша білсе ол мейлі айтсын ол. Қазақ тілі біреу шығар енді. Ол табыну ғой ол. Таза табыну, табынуда басқа ештеңке емес. Әулие қолда деген мені гүлдет деген ол, бер деген ол, сенен сұрап жатырмын дегені, менің қажетімді орында дегені. Тіпті егер шапағат болса да, мейлі сенің айтқаның ақ болсасын сол. Біз білмейміз қазақша. Сен ақ білесің сол. Қолдау деп салайық, шапағатты деп салайық, е? Шапағатты кім айтты саған әулиелерден сұраса болады деп. Шапағатты пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрауға болмайды. Әулиелерді қоя тұр мынақа. Шапағатты тура Расул саллаллаху алейхи вассаламның өзінен сұрауға болмайды. Себебі шапағат ол Аллахтың мүлкі ғана болды. Басқа ешкімнің мүлкі емес ол. Аллах субханаху ва таала қияметте шапағат етушілерге рұқсат береді. Солай емес пе? Шапағат етушіге рұқсат берілуінің өзі жетпейді. Шапағат етіліп тұрған адам шапағаттың шартын орындау керек. Ол шарты не? Ол мұсылман болу керек. Сен әулиеге барып қолдау сұрасаң, сен дінде қалмадың ба? Шапағатты кім береді саған? Ол шапағат Абу Хурайра радиаллаху анхуның хадисында менің Расул саллаллаху алейхи ва айтады, сіздің шапағатыңызға ең ақты адам кім десе, не дейді? Кім айтады хадис? Ла илаха иллаллах деген сөзді ықласпенен, шын жүректен айтқан адам. Мына сөз. Ла илаха иллаллах деген сөзді неменен? Ықласпенен, шын жүрекпен, таухидпен деген мағынада. Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзі құлшылыққа ақты деген сөзді куәлік иесі, ол сөзді куәлік бергеннен кейін ол сөзінен қайтпайды, жауап береді ол. Аллахтан басқасына мүлде құлшылық қылмайды. Басқасынан қорқпайды, басқасынан үміт етпейді, басқасына соймайды, басқасына сәжде қылмайды, басқасына тәуекел етпейді. Онда ол мұсылман болмайды. Мысалы, мынау менікі немесе сенікі екеніне сен куәлік бердің, е? Біраздан кейін қайтсаң, сен адам емессің. Сөзіңе жауап бермедің, өтірік айтып тұрсың. Сен куәлігіңде өтірікші болдың. Бұл ашин бір 5 теңгелік нәрсе. Сен мына жерде жаратушың болған Аллах туралы куәлік беріп жатсың. Ол куәліктен ұлы куәлік жоқ әлемде. Сен ла илаха иллаллах дейсің да, содан кейін басқа біреуге құлшылық қыласың. Бұның себебінің барлығы адамдарға осы ла илаха иллаллах деген сөз дұрыс түсіндірілмегендіктен. Ана мына сөздерді, өсектерді жинастырып адамдарға осы сөзді жеткізу керек. Сен ойлама, бұл сөзді жеткізу
мешіттің имамы молдаға немесе 4 анандай шариғат білетін адамға шектелген деп. Жоқ. Оларға шектелмеген. Сен осы нәрсені білесің. Сен әкең айтуың керек, анаң айтуың керек, көршің айтуың керек, білген адамыңа жеткізуің керек. Көріп тұрсың, осы адам ла иляха иллалла дегенменен оның ақысын орындамайды. Оның шарттарын орындамайды. İslam деген ол жауапты дін. Ол христиан дін емес анау. Шоқынып қойып білгеніңді істеп жүре береді. Бар бір аптада бір күнәңді сатасың біреуге. Анау попқа. Мешітті ондай жер қылып алмаңдар. Мешіт ол шіркеу емес. Жұмада бір барып, Құран оқытып қойып өзіңше тазаланып қайттың ана жерде. Бәле де болған жоқ жерде. Сен күнәнің үстіне күнә жинап жатсың ана жерде бар. Мешітті адамдар шіркеу қылып алған қазір. Ішіндегілер кейбіреулері тура поптардың ісін істеп жатқан сияқты. Шіркеу күнә сатып ала ма? Ақша бересің. Күнәң бәрін айтасың тағы. Ол кісі сатып алады. Сосын үстіне көтере ма? Білмеймін ар жағын. Оны сөйлесіп бөлген адам білмесе, мен білмеймін. Тәубе қылып қайтады. Кейбіреулер қазір мешітке барып әшейін Құран оқытып қайтады. Тәубе қылып атқан жоқ солар. Солай емес пе? Енді сендер бұлайша бір-екеулерің істеген шығарсыңдар енді сондай күндерді көрген шығарсыңдар енді. Білесіңдер ғой мешітке қалай барып қайтасың. Не деген масқара? Дін осы ма? Осы ислам ба осы? Абу Ханифа осы исламды алып келді ме саған? Біздің елдер 90-шы хижри 1-ші ғасырда фатх болған ел. Әлемде жоқ ондай ел. Біздің елдер сахабалардың уақытында, табииндердің, айыммалардың уақытында фатх қылынған. Олар бұндай дін алып келмеген олар. Олар сөздеріне жауап беретін исламды алып келген. Бұл ширктің барлығы 4-ші ғасырдан міняха келе бізге кіріп келді. Ол уақытта шейін пәк ислам болды, алхамдулилла. Біздің аталарымыз керемет дінде болған олар. Сахабалардың дінінде болған. Олар бізге таухидті алып келген. Таухидті Ибн Таймия бастамаған. Ибн Абдул-Вахабты бастамаған. Біздер үшін олар пайғамбарда ешкім емес. Тек қана Аллах субханаху ва таала осы дінді жаңалау үшін бізге қалай айтсақ болады, нәсіп еткен адамдар болды. Ондайлар үмбетте алхамдулилла көп. Абу Ханифа да солардың бірі, Шафии де солардың бірі, алхамдулилла. Үмбетте алхамдулилла ондай хайр и жақсылықтар иесі көп болды. Басқа ештеңке артықша нәрсе жоқ. Бізге дін келгенде осылай пәк, таза, амалыменен келген. Иманның негізі таухидпенен келген, сүннетпенен келген. Содан біздің елдерден Бухари сияқты, Тирмизи сияқты осындай бір бүткіл арабтың ұрпағынан шықпаған білім иелері шықты. Кітаптарында Наби саллаллаху алейхи ва салламның сүннеті үшін жеке баптарды жазылған кітаптарды жазды. Еш қайсы ұлтта елде жоқ бұндай кітап. Еш қайсында. Тіпті арабтарда жоқ. Алдынан аққан арықтың қадірі жоқ. Сол кітаптар елдерде бір бұрышта оқытылмайды. Ананың сөзі, мынаның сөзінен басқа ештеңе жоқ. Міне исламның негізі қайда жатыр? Міне сәләфи деген осы. Білмегендер біліп алсын. Өткенде бір надан айтады, сәләфи деген негізінде Альбани шығарған дейді. Ол үшін тарих білу керек екен. Сен өзің тарихыңды үйреніп ал бірінші. Өзің қайда туылдың дұрыстап біліп ал. Ол тарихты ғалымдарға үйретпей ақ қоя саламын.
Сәләфилікті Альбани шығарған екен. Бұл Альбани сәләфиліктен кейін туылған болса, Альбанinin не күнәсі бар? Ана Ибн Таймия вахабист деп айтқан сияқты. Ибн Таймия Мұхаммад Абдул-Вахабтан 6 ғасыр кейін келіп жатыр. 5 ғасыр кейін келіп жатыр, 6 ғасырға жақын. Ибн Таймия вахабист екен дағы. Тура сол сияқты Альбани сәләфилікті ойлап шықты. Бәрі өтірік. Не дінді біледі, не ақыл бар, не тарихты біледі. Адам өзі білмейтін пәнде сөйлесе бар ма? Таңғалатын нәрселерді алып келеді. Ғалымдар айтады, кім өзі білмеген пәнде сөйлесе, таңғалатын нәрселерді алып келеді. Түсінікті ме жоқ па? Таңғалатын нәрселерді алып келеді. Шынымен. Ол не тарихты біледі, не дінді біледі, не ақыл бар ондайлар. Сондайлар енді бізге тарих үйретсе, дін үйретсе, ал енді тарихын қайда алды. Мына жерде ислам бізге Наби саллаллаху алейхи ва саллам үйреткен дін ла илаха иллаллах, Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық қылумен басталады. Оны көп айтқан біз шіріктің кіруінің себебі осы ла илаха иллаллах кәлимасы сөзі дұрыс мағынасыменен түсіндірілмегендіктен болып келді бізде. Себебі әхліл кәлам бидат иелерінің кітаптарында бұл ла илаха иллаллах деген сөз ол Аллах жаратушы деген сөзде аударылады. Кейбір кітаптарда ла илаха иллаллах, яғни біреуге мұқтаж болмайтын жалғыз билік иесі Аллахтың жалғыз өзі ғана деген сөздермен айтады. Мынау таблиғтерді білесіздер ғой, таблиғтер. Олар бір жағынан матуриди, бір жағынан ханафи, бір жағынан бірелауи, бір жақтан және бірненге 1000 түрлі тариқалар иесі болған таблиғ жамағатының ақидасы солай. Бұзық сенімді жүректен шығарып, дұрыс сенімді жүрекке кіргізіп, жалғыз жаратушы, рызық беруші, жоқтан бар қылушы, жалғыз ғана Аллах деген сенімде болу, бұл ла илаха иллаллахтың мағынасы. Міне. Сол үшін таблиғ қай жерде таралған болса, сол жерде ширк таралған. Бір-екі анау Саудиядан әсерленген болады ондайлар. Ол таухидті ұстанғаның үшін емес, сол нәрсені оқыған. Мынау біздің Саудияның ихуандары сияқты. Саудияда ихуандар көп бар, жетеді өзі. Бірақ анау Мысырдың ихуандарының азғантай айырмасы бар енді олар, азғантай таухид деп айтып қояды. Себебі оны ақылын білгеннен бері таухид айтады ғой, мектептің бақшадан, бақша дейсіңдер ме? Садик деймін? Бала бақша деймін? Сол бала бақшадан оған ұсулы саласа айтады, қауайдыл арба айтып, ол құлағына байланып қалған ол. Сөз бастап, соны айтпаса сөзін жоғатып қойды олар. Содан осы сөзбенен сөзге келіп алады, содан кейін ихуандылық жолын жалғастырып кетеді. Сол үшін оларда таухид жоқ. Міне, ихуан мүслимин жамағаты Мысырда 100 жылға жақындан бері жұмыс істейді. Тіпті оларға өткен жылдары өкім де берілді, билік те өтті. Бір ширкті өзгерткен, бір ширк. Бәлкім мүшриктермен келісім шартқа отырайын деді олар. Пәлен 1000 адамдарды, балдарды, жастарды Иранға алып барып оқытуға келісейін деп қалды. Хусн Мубарак істеген жоқ оны. Солармен келісім шартқа отырайын деп қалды. Азғантай қалды. Но алхамдулилла, Аллах субханаху ва таала жеңілдікті берді. Себебі олар ла илаха иллаллах деген сөздің мағынасын өздері де мүмкін білмейді шығар көбі, білсе де жасырады. Себебі ла илаха иллаллахты дұрыс білсең, білгеннен кейін фитна болады. Білгеннен кейін не болады екен? Фитна болады. Неге фитна болады? Мынау ширк десең фитна болады сосын. Мынау таухид былай болады десең фитна болады. Ол болады. Оған гарантия бар. Себебі Аллах оны осылай деп айтып отыр. Олар
келіспеушілікке барғандары оларға білім келгеннен кейін деп жатыр. Сол үшін таблиғтар айтады, білім оқымау керек. Білім оқысаң проблема. Түсінікті ме? Әркім өзінің дінінде жүре берсін. Сен маған тимей, мен саған тимеймін. Осылай олардың діні. Әйтеуір таблиғи болсаң бол. Бізге қосыл, жамағатқа. Бізбен шық, ақшаң болса бер. Дағуатқа істетейік. Бәріміз бір болып. Сенің малың менікі, менікі өзіңдікі деп. Түсінікті ме? Осы болардың дағуат. Исламға жат дағуат болады. Ислам безейді бұндай дағуат. Ешқандай исламда бұндай дағуат жоқ. Бұл пайғамбарлардың дағуаты емес. Пайғамбарлардың дағуаты адамдар риза болса да, ашуланса да, қуанса да, қайғырса да, Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық қылу, Аллахтан басқасына сәжде қылу ширк, Аллах субханаху ва тағаладан басқасынан сұрасаң ширк болады, Расул саллаллаху алейхи басқасына ерсең бидат болады, Аллах субханаху ва тағала шариғатынан басқа шариғатты өзіне дін десең, діннен шығасың. Осы. Бұл нәрседе кеңдік кешірім болмайды. Бұл Аллахтың діні, көкең дін емес. Қалағанша оны өзгертіп, немесе қалағанды қойып, қалағанды алып тастайды. Себеп Жибрил алейхиссалату вассалам келгенде Расулулла осыны айтып жатыр. Одан басқа сөз болса айт. Соны қабылдайды. Егер шынымен болса, ондай жоқ. Аллах субханаху ва тағала осы дінді басын осылай деп үйретіп жатыр. Анташхада алла илаха илlallah. Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық қылуға куәлік бересің. Ол жетпейді. Екінші жағы бар. Уанна Мухаммад Расулулла. Мухаммад алейхиссалату вассаламның пайғамбар екеніне куәлік бересің. Яғни Аллах субханаху ва тағалаға құлшылық қыламын деп айтасың жалғыз өзіне. Сол құлшылығым не арқалы болады? Расул саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен жолымен болады деп куәлік беріп осын орындайсың. Болмаса бидатшы боласың. Аллахтың жалғыз өзіне құлшылық қыламын деп айтып құлшылық қылсаң да, Расул саллаллаху алейхи вассаламның сүннетімен істемесең, онда кәпір болмайсың, мүшрик болмайсың, бірақ не боласың? Бидатшы боласың. Өткен хадисте Наби саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен амила амалан лайса алейхи амрунна фахуа". Кім-де-кім біздің ісімізге сай келмейтін іс істесе, ол иесіне қайтарылады. Аллах қабыл қылмайды. Ол шайтан қабылдайды оны. И шайтан риза болады. О менен сенің жүрегіңді қуандырады. Сені қолдайды сол уақытта. Сен соған еріп кетсең, онда Расул саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне қарсы келуші боласың. Одан кейін намаз оқисың. Намазыңда осы төбедегі екі шарттың үстіне құрылған болу керек. Біріншісі Аллахқа болған ықылас, екіншісі Мұхаммад алейхиссалату вассалам сүннетіне сай болу. Ықылас болмаса намазың бекер, бидат болса сен күнәлі боласың. Намазыңа бидат қоссаң. Намазды орындауың керек болады. Зекетті да тура солай. Ықыласпенен шариғатқа сай, Расул саллаллаху алейхи вассалам сүннетіменен. Ораза тұтсаң да ықыласпенен Аллахтың жалғыз өзі үшін, және сол сияқты Мұхаммад алейхиссалату вассалам сүннетіне сай. Тура сол сияқты хаж қылсаң да, умра қылсаң да не болу керек? Аллахқа болған ықылас. Себебі хаждың басы да, ақырда барлық ықылас. Бәрі тавхид. Лаббайк Аллахумма хаджан умратан деп кіріп келуіңнен тавхид ол. Лаббайк Аллахумма лаббайк дегенің тавхид. Наби саллаллаху алейхи вассалам хажға кіруден бұрын Аллахумма хаджатан ла рия фиха ва ла сума. Аллах, мынау саған болған хажым менің. Онда ешқандай біреу көрсін, біреу естісін деген рияға сай болған нәрсе жоқ. Сенің өзің үшін ықыласпен орындап тұрған ибадатым мынау деп. Осы менен ол хажды істеді да, сол істеп жатқан уақытта ашхаду алла илаха иллаллахты көрсетті сөзіменен, ісіменен де, және уанна Мұхаммадан Расулуллахты үйретіп айтады: "Мына амалдарды, хаждың амалдарын менен алып қалыңдар, мүмкін келесі жылы мені жолықтырмайды шығарсыңдар" деді. Түсінікті ме жоқ па? Сахабалар соны білген еді. Наби саллаллаху алейхи вассаламның әрбір әрекеті хажда жаттап қойылды.
bir rет хаж қылған болса да, әр бір әрекеті, қай жерде не істеді, барлығы жаттап қойды, алхамдулилла. Еш бір жерде, мына жерде не істеді екен деген нәрсе мәліметсіз қалған жоқ, алхамдулилла. Себебі сахабалар менен осы құлшылықты дұрыстап алыңдар деген сөзді амал қылып, Расул саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне сай болмаған хаж болмайтын екенін біліп, осы нәрсені бізге жаттап қалдырды. Алхамдулилла. Осы біз білетін, білуіміз керек болған, тануымыз керек болған, елдерге танытуымыз керек болған исламның негізі осы. Әшейін сөз емес, әшейін мәлімет емес бұл нәрсе, бәлкім ол дін, оған сену керек, оны айтасың тіліңменен, және оны мүшелеріңменен амалда растайтын, сонда ол исламның дұрыстығы болады сенде. Егер олай болмайтын болса, демек исламыңда кемшілігің бар, оны жөндеуің керек. Аллаху алам. Кейінгі хадистерді кейінгі сабақта жаңағыдай